Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. Тақырыптың мақсаты табиғатты пайдалану түрлерін талдау арқылы олардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін анықтау және экологиялық тұрақтылықты сақтау жолдарын түсіндіру. Жоспары жердің деградациясы және орман ресурстары, табиғатты пайдаланудың түрлері мен сипаттары. Жердің деградациясы. Жалпы табиғатты пайдалану халықтың қажетін қанағаттандыру әрі шаруашылықты дамыту үшін қажеттінің барлығын береді. Дегенмен, бұл байлық қаншалықты мол болғанымен, оны сақтай біліп, дұрыс пайдаланбаса, уақыт өткен сайын ол да сарқылады. Сондықтан табиғат байлықтарын қорғаудың аса зор маңызы бар. Жер шарында адамзаттың саны артқан сайын, жер ресурстарына сұраныс арта береді. Яғни, жарамды жерлерге жүктеме күшейеді. Қазіргі кездегі әрбір жер шары тұрғынына орташа есеппен 0,2 гектар игерілген жер тиесілі болса, 2050 жылы 0,7 гектарға болады деп күтілуде. Қазақстанда бұл көрсеткіш жан басына шаққанда 1,3 гектар болып саналады. Жердің деградациясы ол топырақ құнарлылығының төмендеуі, су және жел эрозиясы, топырақтың ластануы, су басу, қайтара тұздану, батпақтану, жайылымдардың өнімділігінің төмендеуі әсерінен болады. Қазіргі кезде адамзат бұрын пайдаланылып келген жер қорының 2 миллиард гектардан астам аумағын осы факторлардың салдарынан айырылып қалған. Көптеген зерттеушілер деградация құбылысын шартты түрде 3 топқа бөлген: физикалық, химиялық, биологиялық. Бұл төменде келтірілген мысал Снайкиннің жіктемесі бойынша. Бірінші топырақтың физикалық деградациясы. Қара шірік көкжиек әлеуетінің азаюымен анықталатын топырақ құрылысы кескінінің бұзылуымен сипатталады. Екіншісі топырақтың химиялық деградациясы. Топырақтың биологиялық деградациясы. Екінші химиялық деградация, яғни бұл ауыл шаруашылығы өнеркәсібінде жерді тиімсіз пайдаланудың нәтижесі оның құнарлылығының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Топырақтың биологиялық деградациясы. Топырақ микроорганизмдеріндегі қоректік заттар айналымының үлкен рөл атқаруы және қалдықтардың топырақта ыдырауына ластағыштардың, микроорганизмдердің патогенді формаларының өзгеруінің дамуын тежейді. Орман ресурстары. Орман ресурстары биологиялық ресурстардың маңызды түрі болып табылады. Ормандар мен бұталар 4 миллиард гектар жерді алып жатыр, яғни ол құрлықтың 31%-ын құрайды. Ағаш сүрегінің қоры дүние жүзі бойынша 330 миллиард метр кубты құрайды. Бұл сан ұдайы өзгеріп тұрады. Орманды кесу қарқыны оны қалпына келтіру қарқынынан асып түседі. Дүние жүзі аймақтарының орман ресурстарымен қамтамасыз етілуі мынадай көрсеткіштермен анықталады. Яғни Еуропада әр адам басына 0,3 гектардан, Азияда 0,2 гектардан, Африкада 1,3 гектардан, Солтүстік Америкада 2,5 гектар, Латын Америкасында 2,2 гектар, Австралияда 6,4 гектар және ТМД елдерінде 3 гектарды құрайды. Енді орман алқаптарының қысқаруы. Орман алқаптарының адам шаруашылығы әрекет әсерінен қысқаруы жалпы өте ерте кезеңнен басталған. Ормандар ең алдымен Жерорта теңізінде, Үндістан, Қытайдың шығыс бөлігінде ауыл шаруашылық мақсатымен пайдаланған жерлерде белең алған болатын. Екінші орман аумағының қысқаруы Еуропада басталып, орта ғасырларға сәйкес келген. Үшінші орманның қысқаруы еуропалықтардың жаңа дүниені игерумен байланысты. Ол жерде ормандардың орны негіз алқаптары, қалалар, ондағы құрылыс алмастырған болатын. Төртінші, яғни қазіргі замандағы ормандардың төртінші қысқару кезеңі 20 ғасырдың басынан басталды. Бұл жағдай әсіресе Филиппин мемлекетінде, Малайзия мемлекетінде, Индонезия, Бразилия секілді елдерде ерекше белең алған. Олардың ағаш сүрегін дайындау ісі бұрынғы көрсеткіштерден 5-6 есе өсуі
күрт өсіп кеткен, яғни соның нәтижесінде бұл аталған елдердегі орман алқабының 90% жойылып кеткен. Орман экожүйесінің бұзылуы жерді ессіз пайдалану нәтижесінде жылыжайлық газдардың атмосфера құрамына кедергісіз енуіне, топырақ деградациясына, жергілікті және құрлықтық ылғал айналымының жиілігіне, биоалуантүрліліктің азаюына әкеліп соқтырады. Ормандар туралы қызықты деректер: дүние жүзіндегі ең үлкен орман Амазонка орманы болып табылады. Оның көлемі 5,5 миллион километр квадратты құрайды. Сонымен қоса, дүние жүзіндегі ең үлкен әрі ең ұзақ өмір сүретін секвойя ағашы. Ол 100 метрден биікке дейін өседі және 3000 жылға дейін өмір сүре алады. Ормандар жердің өкпесі деп аталады, себебі олар планетадағы оттегінің 28%-ін өндіреді. Әлемдегі барлық тірі ағзалардың 80%-ы орманда мекендейді. 1 гектар орман жылына 18 адамға жететіндей оттегі бөледі. Қазақстан аумағының тек 4,7%-ын ормандар құрайды. Табиғатты пайдаланудың мынадай 3 түрі бар: салалық, ресурстық, аумақтық. Салалық табиғатты пайдалану түрлері: табиғат ресурстарын бір шаруашылық саласы шегінде пайдалану. Ресурстық кез келген жекелеген ресурс түрін шаруашылықта пайдалану. Аумақтық табиғат ресурстарын белгілі бір аумақ деңгейінде пайдалану. Келесі кезекте тапсырмалар. 6 сұраққа жауап береміз. Яғни жер шары тұрғынына орташа есеппен неше гектар жер тиесілі болады? Қазақстандағы тұрғындарға жан басына шаққанда неше гектар жер тиесілі? Топырақ құнарлылығының төмендеуі, су, жел эрозиясы әсерінен өнімділіктің төмендеуі не деп аталады? Жыл сайын тек эрозия әсерінен неше миллион гектар жер айналымнан шығып қалады? Ормандар мен бұталар жер шарының неше гектар жерін алып жатыр? Орманның ең алғашқы жойылуы байқалған аймақтар.